Қайырлы күн, достар, қалайсыздар? Қараңыздаршы, түрінде менің қандай болып кеткен. Мына жағым қатты ісіп кетті. Мысалы кешегі тісімнен болып тұр. Қазір аптекаға келе жатырмын. Процедурнаға укол салдырғым керек болып тұр. Отасақ воспаление болып. Кеше ғана осы дәрі укол алдырған болатынмын. Полный организмді восстановить етуге, женский жағын деген сияқты. Бірақ мен бүгін тағы тісім басталды. Білмеймін, қақтан бітпейтін суық. Қақтан суықтап жүргенімді. Мүмкін эфир уақытысында күніге жуынып эфирге барғаннан шығар. Всем добрый, достар, қалдарыңыз қалай? Мен уже бір апта болған шығар шықпай жүргеніме. Больницадан больница, басқасынан басқасы. Бассейнге абайлап барыңдар. Денсаулық дегенді кәдімгідей бағалап қалдық, ауыра беріп. Только обезболмен ғана өзімді не істеп жүрдім ғой, қойдырып жүрдім ғой. Обезбол болмаса кәдімгідей аяқ қолдарын қалтырап, сондай болып кеттім. Енді қазір дәрілер жазып берді. Сол дәрілерді барып аламын, заттар аламын. Бүгін, короче, бестен қалада болатын күн болып тұр менде. Жұмыстар өте көп. Ал достар, құттықтап, сәттілік тілеп жатқан жандарға көп рахмет, Алла разы болсын. Енді мен өзімнің дубльдарымды түсіріп алдым. Шүкір әйтеуір, оңай емес екен, оказывается. Біз киноға барып, кино көріп қайтамыз ғой. Ойбай, мына жақта деген жұмыс деген былай екен ғой. Қанша дубль түсіресің. Еще білмеймін енді. Бірақ ұнап жатыр процесс, кәдімгідей жүрегіме жағып жатыр ше. Прям ары қарай түсіргім келіп жатыр ғой, сондай киноларға түсіп ше. Негізі күшті нәрсе екен, атмосферасы, тема. Сол, қазір енді мына жақта 2 съемка болады. Содан кейін тағы да біздің кадр болады. Соған дейін демалып алыңыздар деді общем. Бұйырса көресіздер. Айтатын дүние бар, секретіммен бөлісейін, болыммен. Түнімен ұйықтамайым деп айтып жүрдім. Шынымен де түнімен ұйықтамайым. Ұйықтау мен үшін өте қиын дүние. Ұйықтап қалдым деген күннің өзінде 4-5 рет оянам. Содан кейін обратно ұйықтау тағы да қиын. Всегда бір оймен жүрем, бір ойды миыма салып алам да, сонымен жүрем. Біреу сөйлесе кейде естімей қалам. Сол ой всегда ойымда жүреді, кішкентай нүктесіне дейін шығара алмаймын. Оймен жүргеннен кейін бір жерге бару да, бірдеңе істеу де қол бармайды. Ұсыңыз жұмыс, мысалы хабарласып бір нәрсе ұсынса, осознанно либо ответ бермеймін, либо жоқ дей саламын. Потому что ойымда ана ой и уайым тұр. Бұл дүниелерден қалай арылуға болады, қалай жақсы ұйықтауға болады, қалай мына жерден ой мен уайымды шығарып тастап, алға қарай жылжуға болады. Айтыңыздаршы.